Сәлем достар, сіздермен бірге мен Өркенбек. Мен бүгін сурет салудың негізгі 6 жолын барынша қысқа әрі нұсқа түрде және кеңестермен бірге айтатын боламын. Ендеше видеомызды бастайық. Бірінші, жобасын салу. Сурет салудағы ең маңыздысы достар, жобасын дұрыс салу. Сіздер қалған 5 бөлімді айтқандарды дұрыс жасағанмен, осы бірінші бөлімді айтқандарды дұрыс жасамасаңыздар, суретіңіз шынайы әрі дұрыс шықпайды. Сондықтан суреттің жобасын саларда барынша мұқият болып, сызғыш керектенсеңіздер де болады. Мен өзім сызғыш керектенемін. Қолданыңыздан келгенше қате жібермеуге тырысыңыз. Сіздер жіберетін ең үлкен қателіктердің бірі достар, суреттің жобасын саларда қатты қара қарындашты қолдану. Мен өзім суреттің жобасын саларда HP қарындаштарын қолданамын. Сіздерге де HP қарындаштарын қолдануға кеңес беремін. Немесе 05 қарындашын қолдану керек. Мінекей мына суреттен көргендеріңіздей HP-ден төменгі қарындаштарды қолданыңыздар. Және барынша өшкін осылай салсаңыздар, суретіңіздің жобасы дұрыс деген сөз. Ал қатты қарындаштармен салуға болмайды. Себебі достар, егер сіз қате жіберіп алған кезде өшіруге ыңғайлы болады. Ал егер қатты қарындаштармен сызсаңыз, суретіңізді өшіру қиынға соғады. Және достар, суреттің жобасын саларда үздік сызықтармен емес, түзу сызықтармен салсаңыздар, бұл да сіздің суретіңіздің жобасының дұрыс шығуына үлкен көмегін тигізеді. Барынша түзу сызықтармен. Суреттің жобасын салып болғаннан кейін қарапайым тілмен айтқанда көлеңкені салу керек болады. Көлеңкені шынайы көріну үшін сызықтарыңыз барынша баттасқан болу қажет. Араларында ашық болмау қажет. Қолыңызды жеңіл ұстап еркін қозғалтыңыз. Көлеңкені қарындаштың ұшымен емес, жанымен салған дұрыс. Және достар, суреттің көптеген жеріне көлеңке салатын болсаңыз, қарындашыңызды осылай қылып ұстап алуға кеңес беремін. Бұл суреттің көптеген жеріне көлеңке салуға өте ыңғайлы болады достар. Және де достар, жарық қай жерден түсіп тұр, көлеңке қай жерге түседі, соған мұқият назар аударыңыздар. Сызықтарыңыз шашыраңқы болмасын. Сызықтарыңыз тек қана бір бағытта ғана болған болса, достар, бұл да сіздің суретіңіздің көлеңкесінің жақсы шығуына үлкен көмегін тигізеді. Араластыру. Үшінші кезеңді қарапайым тілмен араластыру деп атадым. Біз араластыруды суретті бұлыңғырлату үшін немесе тағы басқа мақсаттарда қолданып жатамыз. Араластыру кезінде көбісі жіберетін қателіктер саусақтармен араластыру. Араластыру үшін ешқашан саусақтарыңызды пайдаланбаңыз. Бұл сіздің салған суретіңізді жағымсыз қылып көрсетеді. Саусақтармен араластыру жақсы техника емес достар. Мен араластыру үшін қылқаламды қолданамын және арнайы араластыруға арналған осындай қағазды керектенемін. Араластыруға арналған қағазды арнайы дүкендерден сатып алуға немесе қолыңыздан жасап алуға болады. Мен көбінесе араластыру үшін қылқаламдарды қолданамын. Ал адамның бет әлпетін араластыратын болсаңыз, жаңа кішкентай қылқаламдарды қолдануға кеңес беремін достар. Ауыспалы бөліктер. Түсініктірек айтатын болсам, кейбір суреттерде жарық болып, сосын жаймен қараңғы, сосын қайтадан жаймен жарық болып келетін жерлер кезігеді. Мысалы, мына суреттен байқасаңыздар болады. Немесе қараңғы болып, сосын жаймен жарық болатын детальдар. Ондай детальдарды саларда жарық қылып алып, бірден батырып қатты қара қылуға болмайды. Бірінші басында көлеңке салғандай, қолымызды еркін қозғалтып көлеңке салғандай салып, содан соң ғана жаймен қатайта береміз. Сонда суретіміз жақсы шығатын болады. Және де достар, көптеген суреттерде қатты болып, сосын жаймен жұқа болып келетінде детальдарда кезігеді. Оны да солай жұқа қылып салып, содан соң ғана жаймен қатайтамыз. Видеода көрсетілгендерді қайталап, кішігірім жаттығу жасауға, қолдарыңызды ауыспалы детальдарды жақсы салып үйретуге кеңес беремін. Бесінші, шағылысу. Кейбір суреттерде жарық шағылысқан жерлер болады. Ондай жарық шағылысқан бөліктер көбінесе ыдыс, темір, тағы басқа сол сияқты заттарда кезігеді. Жарық шағылысқан детальдарды достар, біз видеода көрсетілгендей өшіргішпен өшіріп саламыз. Ол үшін арнайы кішкентай өшіргіштерді қолданған өте ыңғайлы. Ал егер сізде ондай кішкентай өшіргіштер жоқ болатын болса, үлкен өшіргіштерді кішкентай қылып кесіп қолдануға кеңес беремін. Және оны жиі ауыстырып тұрыңыз. Байқасаңыздар достар, ең оңайы негізі осы бөлім деп айтуға да болады. Бұл бөлімде тек қана достар, жарық шағылысқан жерлерді өшіргішпен өшіріп шықсаңыз жеткілікті. Және достар,
6 бөлімді айтпасам бұрын, түсініксіз болып жатқан немесе түсінбегендеріңізді комментарийға жазып кетіңіздер. Біз достар осылай түсіретін ең алғашқы каналымыз. Сондықтан каналымызға қолдау көрсетіп, лайк басып, каналға тіркеліп, қасынан шыққан қоңыраушаны да басып кетіңіз. Сонда сіз біздің жаңадан шыққан видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсыз. Соңғы 6 бөлім ұсақ бөлшектер. Енді суретіміз дайын десе де болады достар. Тек қана ұсақ бөлшектер мұқият зер салып, соларды салып шықсаңыз жеткілікті. Ұсақ бөлшектер суретке шынайы әсер береді. Ұсақ бөлшектерді саларда қарындашыңызды жақсылап ұстап алыңыз. Сонда ұсақ бөлшектерді салуға ыңғайлы болады достар. Немесе 0,5 қарындашын қолданыңыз. Ұсақ бөлшектерді де барынша шынайы қылып салуға тырысыңыз. Жаңа суретіңіздің сіз салуды ұмытып кеткен жеріңіз жоқ па? Соны бір тексеріп, барлығын тексеріп шығуға кеңес беремін. 6 бөлімді негізі тексеріс деп атауға да болады достар. Осымен видеомызда өз соңына таяп қалды. Мен бұл видеода сурет салудың 6 амалымен таныстырып кеттім. Ал егер сіздер бұдан да толығырақ білгілеріңіз келсе, каналға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетсеңіздер, мен тағы да басқа сурет салу туралы қызықты видеолар шығаратын боламын. Және де достар, мен суретті де салып аяқтадым. Мінекей достар, сіз дұрыс жобасы салынған, барлығы дұрыс салынған суретпен және жобасы да дұрыс салынбаған